Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай винегрет атты салатты дайындаймыз. Бұл салат дәрумендерге өте бай және гемоглобинді жақсы көтереді. Бұл салат оңай әзірленеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен салатқа қосатын барлық көкөністерді суға қайнатып пісіріп аламыз. 1 килограмм картопты майдалап тураймыз. «500 грамм сәбізді тураймыз. «500 грамм қызылшаны тураймыз. «100 грамм қырыққабатты майдалап тураймыз. Туралған қырыққабатты ыдысқа салып, қолмен әбден мыжимыз. «100 грамм тұздалған қияр қосамыз. Аз көкті майдалап тураймыз. Бір жуаны жіңішкелеп тураймыз. Бір банка жасыл үрме бұршақ қосамыз. Өз талғамымызға сай тұз және қара бұрыш қосамыз. 100 грамм өсімдік майын қосамыз. Енді туралған барлық ингредиенттерді қолмен жақсылап араластырамыз. Салатымызды тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. 1 сағат өткеннен кейін салатымызды жақсылап араластырып, дастарханға тарта берсе болады. Мінеки достар, бізде өте дәмді және дәрумендерге өте бай винегрет салаты шықты. Бұл салат гемоглобинді көтеруге көмектеседі. Сондықтан бұл салатты міндетті түрде жасаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Каналыма тіркелуді және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, егер де видео рецепт ұнаса, онда лайк басыңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін.